Сәлеметсіздер ме, құрметті қатысушылар, онлайн марафонымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыбымыз интимдік гигиена және оны жүргізетін мен акушер-гинеколог Ғайза Мұратқызы. Сұрақтарыңыз болса, эфир барысында қоя берсеңіз болады. Эфир аяғында міндетті түрде сұрақтарыңызға жауап береміз. Алдыңғы тақырыптар бойынша да түсініктеме шерлеріңізді сұрасаңыздар болады. Интимдік гигиена бұл өте маңызды тақырып, және бұл кішкентай қыздардан бастап ересек әйелдерге дейін білу қажет тақырып. Өйткені біздің қоғамда бұл туралы қате түсініктер бар, миф түсініктер бар. Сондықтан осы ережелерді білген маңызды, және кішкентай қыздарға да, үлкен ересек әйелдерге де бұл қатысты. Бірінші ереже, бұл интимдік аймаққа күтім жасау жақсы ұйымдастырылған және қауіпсіз болуы керек. Жыныс мүшелерін күніне 2 рет, таңертең және кешке, сондай-ақ әр үлкен дәреттен кейін жылы сумен, ағынды сумен, шамамен денеге комфортты 34-37 градустағы сумен жуу қажет. Жуатын қолдың қозғалыс бағыты алдыдан артқа қарай, шаптан анусқа қарай бағытталу қажет. Анус аймағы ең соңында жуылады. Ешқандай жағдайда керісінше істеуге болмайды, әйтпесе нәжіспен шектің бактериялары қынапқа және уретраға түсуі мүмкін, және бұл қабыну процесін шақырады. Сол себепті де тазикке жуынуға болмайды, яғни аз суда тазикке отырып жуынуға болмайды. Ол жерде де нәжістің ұсақ бөлшектері шығып, оның ішіндегі әртүрлі патогенді бактериялар жыныс мүшелеріне сумен кіру мүмкін, енуі мүмкін, және қабыну процесін шақыруы мүмкін. Сол себепті де міндетті түрде ағынды сумен жуу қажет. Тек қолыңызбен жуыныңыз. Жуынар бұрын қолыңызды жуып алыңыз, және шүберек, губка, мақта, тағы да басқа заттарды қолдануға болмайды, себебі жыныс мүшелері нәзік, терілері нәзік болып келеді, және оған артық травматизация жасауға болмайды. Жуу алдында қолыңызды сабынмен жуу қажет, және мақсатымыз бірдей: бөгде микрофлора, бөгде бактериялар жыныс мүшесіне енбеуі қажет, және уретраға түсіп кетпеуі қажет. Жуыну кезінде сабынды қолдануға болмайды, өйткені ол сыртқы жыныс мүшелерінің нәзік терісі мен шырышты қабығын құрғатады, олардың жарақаттануын және жарақаттанған орынға әртүрлі бактериялардың келіп түсуін және оның көбеюін, қабыну процесін шақырады. Сабын шырышты қабаттарға түспеуі қажет, яғни мүлдем сабын, кір сабын, гель для душа сияқты заттарды қолдануға болмайды. Бұл біздің нәзік терімізді құрғатады. Сыртқы жыныс аймағында гигиеналық процедураларды жүргізе отырып, мына шараларды сақтау қажет. Тазалыққа деген шамадан тыс құлшыныс сыртқы жыныс мүшелерінің нәзік шырышты қабығының жарақаттануына және олардың кейінгі қабынуына алып келуі мүмкін. Үнемі күніне бірнеше рет сабынмен жуатын әйелдерде әртүрлі ауруларға дейін алып келеді. Тек қабынып, қышыну процесі емес, одан да ауыр тері ауруларына да алып келуі мүмкін. Сондықтан шамадан тыс тазалық жасаудың қажеті жоқ. Күнделікті 2 рет ағынды сумен жуынып, және қосымша үлкен дәрет кезінде, менструация кезінде жуынған жөн. Интимдік аймаққа киетін киімнің қозғалысты қыспау қажет, яғни сәл бос болу керек, ауа өту керек. Іш киім мақтадан, леннан жасалған болу керек. Іш киімді күн сайын ауыстырған жөн. Ал бөлінділер көп болған жағдайда жиірек ауыстыруға болады. Және бөлінділердің күнделікті мөлшері 1 шай ас қасық болып табылады, және ол цикл күндеріне, фазасына сәйкес өзгеріп отырады. Мысалы, овуляция кезінде оның мөлшері сұйықтанып, мөлшері көбейіп, мөлдір түске айналса, етеккір алдында оның мөлшері бірінші фазаға қарағанда көбірек, және түсі ақшыл, қою болып табылады. Және бір күннің ішінде шыққан бөлінділер іш киімде кеуіп қалуы бұл қалыпты жағдай, және солай болуы қажет, яғни іш киім арқылы ауа өтіп тұр деген сөз. Іш киімді максималды температурада сабынмен жуыңыз, және мұқият шайыңыз. Кір жуғыш машинада жуатын болсаңыз, қосымша шаю бағдарламасын қолданғаныңыз жөн. Мүмкіндігіңіз болса үтіктеңіз, бірақ бұл принципиальный емес. Түнде пижамамен іш киімсіз ұйықтаған дұрыс. Менструация кезінде жастықшаларды 4 сағаттан артық қолдануға болмайды, ал күнделікті жастықшаларды, яғни ежедневкаларды киюге мүлдем кеңес бермеймін, себебі ежедневки әйелдерде
жасанды жалған тазалық сезімін тудырады, яғни бөлінділер ежедневкаға шыққаннан кейін ол жерде тұрып қалып қояды, яғни ежедневканың артындағы жабыстыратын бөлік ауа өткізбейтін болғандықтан ол жерде жылы орта пайда болады, парниковый эффект пайда болады, және бөліндімен шыққан микрофлорадағы бактериялар көбейіп қайтадан қынапқа енуі мүмкін. Яғни біздің микрофлорамыз, яғни қынаптың ішінде бактериялар өмір сүреді, олар біздің қалыпты қынаптың жағдайын ұстап тұру үшін, қышқыл ортасын ұстап тұру үшін арналған. Ал зәр шығару жүйесінде ешқандай да бактериялар болмайды, ол жер стерильді болып табылады, яғни зәрде ешқандай бактерия болмайды. Бірақ та қынаптан зәр шығару түтігі арқылы қандай да бір инфекциялар түсетін болса, уретрит, цистит сияқты, тіпті пиелонефрит сияқты қабыну процестеріне алып келуі мүмкін. Сондықтан міндетті түрде интимдік гигиена шараларын дұрыс қолдану қажет. Жуынуға арнайы интимдік гель қолдануға болады, бірақ аптасына 1-2 реттен артық қолданбаңыз. Және гель таңдаған кезде оның pH деңгейіне мән беру қажет. Ол қышқылдық орта емес, нейтральды орта болуы керек. Біздің теріміз нейтралды орта, ал қынаптың іші қышқылдық орта. Алайда сіз қынаптың ішін мүлдем жумайсыз, жууға болмайды, гельмен де, жалпы сумен де жууға болмайды. Тек теріні жуасыз. Сондықтан гель таңдаған кезде міндетті түрде pH-тың теріге сәйкес нейтралды болғаны жөн. Жалпы қабыну процесі бұл жыныстық жолмен берілетін инфекциялардан бөлек, әйел организмінде өмір сүретін шартты патогенді инфекциялар нәтижесінде де пайда болады. Яғни олардың мөлшерінің артып немесе кеміп кетуі кезінде қабыну процесі болуы мүмкін. Оған әсер ететін факторлар көп, яғни иммунитеттің түсуі, және осы ең маңыздысы интимдік гигиенаның дұрыс емес болғандығының нәтижесінде болуы мүмкін. Сондықтан жеке гигиенаға аса мән беру қажет. Қалыпты жағдайда қышыну, түтіркену, ашу, дискомфорт сезімдері мүлдем болмауы қажет. Егер сондай сезімдер пайда болатын болса, міндетті түрде дәрігерге қаралу қажет. Осымен сабағымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Сұрақтарыңыз жоқ болса, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздермен бірге болған мен акушер-гинеколог Ғайза Мұратқызы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.